Мінекей drag and drop макросын ашамыз, вставкаға кіріп суреттерімізді қоямыз. Мінекей мен Яндекстен осы суретті жүктеп алдым. Вставкаға кіріп фигураға кіреміз. Маймылдың үстіне шеңберді қоямыз. Маймылдың астына. Ал маймылдың астындағы құйрықтарына үшбұрышты нүк. Стрелканы қояйық. Вставкаға кіріп, фигураға кіріп, соединитель тұр. Сол соединитель шеңберден стрелкаға дейін бүйтіп апарып, мышканы кейін жібереміз. Екеуі бірге байланысқаннан кейін. Стрелканы басып, вставкаға кіреміз. Действие кіріп, запуск макроса drag and drop деп басамыз. Окей. Енді пока слайдан басып көрейік. Жұмыс жасап тұрар, осылай қайсы құйрық маймылдіккен көрсетіп, оқушылар қояды. Осылай қалғандарына да копировать етіп қойып шығамыз. Түстерін де өзгертуге болады. Тексеріп көрейік. Басамыз, жібереміз. Мінекей осылай drag and drop макросын қолдануға болады. Назарларыңызға рахмет.